Ё-моё, мынака адамга ешкимге керек емеспін. Шаршап кеттім, короче. Істесем болады. Ақша жоқ, қалтамда тиын жоқ. Мен сияқты кедей адам не істейді адамдар айтыңдаршы. Білмеймін. Саған не болды? Ештеңе, өмірден шаршап кеттім. Сен кімсің? Мен осы қаладағы ең бай адаммын. Мен саған тамақ алып келдім, жеп ал. Ё-моё, рахмет. Осындай өмір жалғасады, осылай өтейді. Маған тамақ келеді. Кедей болғанның бір жаманы осыдай. 24 сағат өткен соң. Так, осымен отырғаныма біраз уақыт өтті. Жұмыс жасау керек еді, ананы табу керек еді, ақша табу керек еді. Мәссаған, тағы да келді ма? Айтпақшы, жаңа ұмытып кетіппін. Сенің атың кім? Менің атым Тимур, ал сенің атың кім? Менің атым Алина. Танысқаныма қуаныштымын. Мен саған не алып келдім білесің бе? Не алып келдің маған? Сосиска в тесте алып келдім, хот-дог сияқты істелген. О, рахмет. Көп рахмет. Сен не істеп өзі? Бағанан бері. Қайда келдің? Мен сол осы қаланы аралап, жақсылық жасап жүргем ғой. Осы қалада сен бай қызсың ғой, демек байдың қызсың ба? Кім болды сонда? Мен осы қалада ең бай қызбын. Біз инвестициямен айналысамыз, пайдалы істермен айналысамыз. Осы қалада 3 бизнесіміз бар өзіміздің. Бірақ мен сияқты кедей жігітті не істейсің сонда, қайтесіңдер? Білмеймін, сен қарап тұрсам жақсы адам сияқтысың. Мына машинаң күшті екен, әдемі екен машинаң. Әдемі, қымбат қалған, қымбат көліктер ғой. Сен негізі шын айтам, жақсы адам сияқтысың, ана артыңдағы катанаң болмаса. Ол катана дегенде ол менің әкемнен қалған сыйлық қой. Сыйлық па? Сосын алып жүрсің ба? Бәсе, түрің жақсы адам сияқты да. Рахмет. Сен қай жерде тұрасың? Кетіп көрейші сенің үйіңді. Мен осы жақын жерде тұрам. Мен көлігіме отырсай, сен айдап қайтайын кішкене қыдыртып. Осы қалада сен бай қызым дедің ба? Өте бай қызбын ғой бұл қалада. Базар жоқ. Мынау менің үйім. Мынау сенің үйің ба? Алина. Не болды? Кім анау қасындағы? Досым ғой, көшеден тауып алған бомж досым. Көшеден тауып алған емес? Не, ақшасы жоқ па, жұмыс жоқ па? Не істейсің кедей балдарды? Бұл кедей емес қой, бомж ғой. Аға, бұл жақсы адам. Білмеймін, басым қатырма, таста да үйге кір қазір. Тез. Аға, бұл жақсы адам деймін. Басында қатырма, үйге кір тез бол. Білмеймін, короче, бар да тастап кел, короче. Қайтып кет осының үйге. Кешке келем мен. Аға, мен кешке келем, мен кішкене қыдырып келем. Үйде істейтін дым жоқ қой, отыра берем ба бір жерде? Сен ағаң қатты екен ғой кәдімгідей? Ағам қарысы. Неге ондай? Білмеймін сол. Үнемі сондай бір жігітпен сөйлессем сөйтеді. Все, жарайды, онда мен аэропортқа апарып тасташы, мен кетем басқа. Сен бірінші жігіт деп ойлама, сен менің уже затымсың. 677-ші сөйлесіп атқан жігітімсің. Бәрін сөйтеді, ана ағам бар ғой. Типа басқа елге кетіртпей сөйлестірмей қоя ма? Сөйлестіргіспейді. Мен аэропортқа апарып тасташы, мен басқа елге көшіп кетем. Неге қалсай? Жоқ, басқа елге көшіп кетем. Кездесеміз әлі. Мен бір жылдан кейін қайтып келем. Сен де басқа жігіттер сияқты екенсің ғой. Басқа жігіттер де сондай. Ағамды көрсе болды, басқа қалаға кетем дейді да, қашып кете береді. Жоқ, мен қайтып келем бір жылдан кейін. Жұмыс істеп, ақша жинап, бай болып қайтып келем сразу. Bir жылдан кейін деп. Өзім танымай қалатын. Бәрі де сөйтіп айтады. Тек сен ғана емес қой, білем, үйреніп қалдым ғой. Бәрі сөйтіп айтады. Кетіп қалады сосын. Басқалар айта береді ғой. Нормально, все. Кеткім келсе алып келдім аэропортқа. Все, мен бір жылдан кейін қайтып келем. Мені ұмытып қалма, хорошо? Болды, ұмытпаймын ғой. Болды. Кеттім мен. Короче, мен бір жылдан кейін кеп тұрмын. Короче, өзімнің көлігіме отырып алайын. Ақша барлығын жинадым. Мен енді барып, алдындағы Алина деген қызымызды табуымыз керек. Короче, мен оған уәде бердім. Bir жылдан кейін қайтып келем деп. Алинаның үйі мына жерде болу керек, қателеспесем. Короче, мен заправкаға келіп, өзіміздің машинамызды заправить етіп алайық. Мынау Алина емес па? Ішіп жүр? Алина. Естіп ба, Алина? Осы көшедегі танымайтын адамдар бәле болды. Тоқта. Жынды ма, мәшінемді соққан нес?
Эй, сен кімсің? Менің машинем қанша тұратынын білесің ба сен? Мен ағама айтам, сен үстіне заявление жазып жібереміз. Алина, мен ғой, танымадың ба? Бағана бері айқайлап жүрмін Сен ғой. кімсің? Алдын 1 жыл бұрын кетіп қалған жігітпін ғой, қайтып келем дедім осыған. 1 жыл бұрын кеткен қайсысың? Көп жігіт кетті ғой 1 жыл бұрын. Тимур ғой, Тимур, мен ғой. Тимур 1 жыл бұрын 3 Тимур кеткен. Қайсысы Тимурсың сен? Ой, абу, мен машинам уже ақша жинап байып келдім мен деген. Қайсы ана бомж ба? Солмын ғой. Сен 1 жылда мынандай машина болады, қандай жұмыс істеп жүрсің сен? Ой, сенің ағаң андай сөз айтқаннан кейін мен барып сразу Кореяға барып жұмыс істеп қайтып келіп отырмын ғой мен деген. Мен қаласына. Кореяда жұмыс істеп келдің ба? Көп ақша жинап, осы жерде дамып, үй сатып алдым, үйттім ғой мен деген. Бірақ мен машинемді соққаның болмады, оны соғып алған біліп қойса, ағам ұрсады ғой маған. Ертең автосалоннан алып берем, отыра бер. Кеттік. Отыр машинама. Автосалоннан алып берем дедім, сенің машинеңнен қымбат етті менікі. Ой, менікі арнайы Кореядан заказған бұл машинаны, отыра бер, кеттік. Жүр. Отыр. Үйге апарып тастайын онда мына машина, менің артымнан жүрсен. Болды, кеттік, жүр. Мана үйің өзгермепті ғой сенің, Мына үй өзгермеген болғанда негізі өзгерген ғой. Қандай үй? Біз просто осы стильдегі үйді жақсы көреміз ғой. Алина, мынау менің үйім, таныс ғой, саған қарама қарсы алдым міне үйіңнен. Енді саған көрші болам. Үйіңде не бар екен? Менің үйіме кеп тұрсаң болады. Сенің ағаң қайда? Ағаңа көрсетейін да үйімді. Ал мынау мен, кстати, көрсетмей аласың, қазір компьютер ойнайыншы қазір. Бұл менің жұмыс орным, короче. Бұл жерде мен арнайы жұмыс жасап, ютубқа видеолар түсіремін, не істеймін, короче, сондай ғой, короче, білесің ғой. Мына жерде менің кухням, мынау, в общем, демалатын жерлерім ғой. Сен қош келдің үйіме. Жақсы екен. Ағаң көрінбейді ғой, ағаң қайда? Ағам үйде ұйықтап жатқан болар. Жарайды, ағаңа келесі жолы айтам. Енді екеуміз кездессек қалай қарайсың осыдан кейін? Кездессек, ағам ұрыспай ма? Ағаң ұрыспайды деп ойлаймын, мына үйді көргеннен кейін. Өйткені мен байып кеттім ғой, ақша жинап. Енді білмеймін, ағам ұрысуы мүмкін. Ұрыспайды деп ойлаймын енді. Мен ағам алдын білесің ба? Мен бір жігітпен сөйлескем, оның 3 үйі, 7 машинасы бар еді. Соған ұрысты ғой маған. Ё-майо. Мына үйге ұрыспайды деп шын айтам. Мына үйге никак ұрсамайды. Жоқ, осыдан үлкен 7 үйі бар еді. Көреміз, одан да байым мен деген. Көп ақша жинап келдім ғой мен деген. Қалтамда ақшам симайды да тауы ше. Сені даже бар ғой, асырай алам ғой. Ананы алып берем, мынаны алып берем, любой капризімді көтерем.